Саламатсыздар, менің есімім Сүйбек Басқа Еркінбекұлы болады. Осы мектептің директор міндетін уақытша атқарушымын. Әрі осы жерде директордың оқушы жөніндегі орынбасарымын. Жалпы қанша ұстаз, қанша оқушы білім алады? Бізде қазіргі таңда 290 оқушы білім алады. Жалпы 22 сынып комплектісі бар. Мектепаралық даярлықта 3 сынып, 1 мен 11 сыныптар аралығында 19 сынып оқушымыз бар. Жалпы алғанда 290 оқушымыз бар. 52 мұғалім жұмыс атқарады. Оның ішінде 5-еуі зерттеуші, 6-ы сарапшы, 7-еуі модератор, қалғандары педагог мұғалімдер жұмыс атқарып келіп жатыр. Мектептің ашылғаны қанша жыл болды? Мектеп бізде 2022 жылы ашылды. Бірақ алғашқы шәкірттерін 2022 жылдың 1 қыркүйегінде қабылдады. Негізі мектеп 200 орындық мектеп, типтік мектеп. Бізде енді 300-ге жуық оқушы болғаннан кейін 2 сменде оқытамыз. Бізде бірінші сменіміз таңғы сағат 8-де басталады сабағымыз, екінші сменіміз сағат 2-де басталады. Кешкі сағат 7-де оқу аяқталады. Бізде бастауышта 115 бала тегін қамтамасыз етілген. 7 оқушымыз бір реттік тамақпен 1% қор есебінен тамақтанады. Қалған 4 оқушымыз асхана қор есебінен тамақтанады. Соны жалпы 126 оқушы қазіргі таңда ыстық тамақпен қамтылуда. Есімім Сматова Гүлжан Хожаевна болады. Осы мектепте бастауыш сыныптарын оқу тәрбие завучымын. Жалпы өзім мамандығым орыс тілі мен әдебиеті пәніне мұғаліммін. Әзіргі кезде жетістіктеріміз, өзімнің жетістігіме келетін болсақ, облыстық жас мамандар байқауында тәлімгер ретіндегі 3-ші орын алып келдім. Және де оқушыларым биылғы жылдың өзіне 2025-2026 оқу жылында 2 оқушым марапатты орындарды алып келді. Атап кететін болсам, облыстан 3-ші орын мен ғылыми жобадан орын алып келдік. Және де осы аудандық байқауда Дүйсен Дархан 6-шы сынып оқушым 3-ші пән олимпиадалығынан орын алып қалды деп айталам. Енді 2024-2025 оқу жылында өзімнің жетістігімді айта кетейін. Осы Түркістан облысының білім басқармасының ұйымдастырған ең креативті мұғалім ұстаз 2024 атты байқаудан 1-ші орын алып келгенмін. Менің есімім Дүйсен Дархан, мен 6-шы сынып оқушысымын. Мен Қазығұрт ауданында өткен олимпиададан жүлделі 3-ші орын алдым. Осындай жарыстарды ұйымдастырып отқан мемлекет басшысына ризамын және ұстаздарыма ризамын.